Сәлеметсіздер ме? Біз Түркістан облысы Сарыағаш ауданының нөмір 4 мамандандырылған мектеп-интернатының 10 сынып оқушысы орынбасары Расыл және менің әріптесім Орынбай Ердәулет. Бүгінгі біздің ғылыми жұмысымыздың тақырыбы Arduino құрылғыларын қолдану арқылы Smart School жобасын дайындау. Жобаның өзектілігі. Бірінші орында оқушының қауіпсіздігін сақтау және оқушылардың білім алуына кедергі болатын кез келген мәселені жою. Жобаның міндеті ақылды шамдар, ақылды суару және өрт қауіпсіздігіне арналған ақылды дабыл қаққыштарды Arduino Uno құрылғылары арқылы жүзеге асыру. Екіншісі, айналмалы есікті Lego F3 құрылғысы арқылы жүзеге асыру. Жобаның мақсаты балабақшаларда, мектептерде, университеттерде білім алушылар мен мұғалімдердің мүмкіншілігін кеңейту. Білім алушыларды қоғамға тартуға көмектесетін оңтайлы білім беру жүйесін құру. Жобаның жаңалығы мектебімізді ақылды ғимаратқа айналдыру үшін Arduino құрылғыларын қолдандық. Зерттеу әдісі мен практикалық маңыздылығы. Зерттеу әдістері мынадай этаптардан тұрады. Мектебіміздің проблемалық бөліктерін анықтау, мәселелерді шешу үшін идеяларды тұжырымдау, оларды Lego F3 және Arduino Uno құрылғыларын қолдану арқылы құру, қажеттілігін көрсету үшін олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру. Практикалық маңыздылығы робототехника кодтауды оқыту әдістемесімен мектептегі дамыту үшін қолдану болып табылады. Біздің инженерлер кез келген балабақшаларда, университеттерде, мектептерде және мектеп оқыту мекемелерінде қолдануға болады. Және біздің жобамыздың функциялары айналмалы есік, ақылды шамдар, тиімді энергия, ақылды суару және өрт қауіпсіздігіне арналған ақылды дабыл қаққыштар. Және біздің жобамыздың Arduino бөлшектері. Бұның ең маңызды бөлшегі Arduino Uno платасы. Кейін жарық диоды. Бұны біз ақылды шамдардың орнына алдық. Фоторегистр, пиоэлектрлік сенсор, топырақтың ылғалдығын анықтайтын сенсор, ауа тазалығын қадағалайтын сенсор, ультрадыбыстық сенсор. Және біздің жобамызды дайындау барысымыз. Біздің жобамызды дайындау барысында түрлі қиындықтар туындады. Мысалы, сымдарды жалғау барысында біз титан монтажды клей қолдану арқылы көптеген қиындықтарға тап болдық. Сөйтіп ыңғайлы жолын іздеп термоклейді қолдануды ұйғардық. Және біздің функцияларымыздың ең алғашқысы пиоэлектрлік сенсор. Пиоэлектрлік сенсор жылы қозғалыстарды анықтайды. Мысалы, яғни айтатын болсақ, адамдар мен жануарлардың. Бұл датчик адам қозғалысын анықтағанда автоматты түрде жанатын ақылды шамдарда орнатылады. Пиоэлектрлік сенсордың схемасына фотосуретте көрсетілген, мынау оның коды. Егер де сенсор қозғалысты көретін жағдай болса, ол жарық диоды жанады, ал көрмесе жарық диоды жанбайды. Ал оны проектімізде көрсететін болсақ, мына қозғалыс көріп бірден жанды. Қайттан қозғалыс. Қайтадан жанды. Ал енді келесі функциямыз. Бұл ылғалдылық сенсоры. Бұл сенсор батырған жердің ылғалдығын анықтауға арналған. Бұл сіздің үй немесе бақша өсімдіктерінің жеткіліксіз немесе шамадан тыс суару туралы ақпарат береді. Бұл модульді контроллерге қосу сіздің өсімдіктердің бақшаңызды немесе плантацияңызды суару автоматтандыруға айналдырады. Бұны басқаша ақылды суару түрі дейміз. Мынау топырақтың ылғалдығын анықтайтын сенсордың схемасы, ал мынау топырақтың ылғалдығын анықтайтын сенсордың кодтауы. Біз бірінші ылғалдық сенсорын AO0 портына жалғадық. Және бұның нақты стандартты саны 800 болып табылады. Егер ылғалдылық 800-ден асып кетсе, ол жасыл диод арқылы бізге сигнал береді, яғни ылғалды деген сигнал береді. Егер 800-ден төмендеп кеткен жағдайда қызыл жарық арқылы бізге құрғады, яғни ылғалдылық төмендеді деген мағынаны береді. Ал оны проектімізде көрсететін болсақ, мысалы, суға мынаны тықсақ, сенсор тықсақ, мына жақта бірден жасыл түс жанады. Ал егер оны алсақ, қызыл түс жанады. Келесі функциямыз ультрадыбыстық сенсор. Бұл диапазон роботтар үшін керемет сенсор бола алады. Себебі бұл нақты алдындағы нысандардың арақашықтығын, яғни білдіруге көмектеседі. Және оны объекттерді жақындаған кезде дабыл беру үшін сенсор ретінде пайдалануға болады. Мысалы алатын болсақ, автотұрақтарда, яғни автопарктерде, көліктің протекторлерінде ретінде қолдануға болады. Мынау ультрадыбыстық сенсордың схемасы. Мынау коды. Бұл кодтау жүйесінде біз стандартты санды 58 см деп алдық,
ал егер 58 сантиметрден төмен жақындайтын зат болса, ол бірден көк жанады. Ал 58 сантиметрге қаттырақ жақындайтын болса, қызыл түс жанады. Ал тіптен қатты жақындайтын болса, қызыл көк жанып, апаттық режим қосылады. Оны біз проектте көрсетеміз. Мысалы, көк жанды, қызыл, апатым, қызыл көк. Бұл апаттық режим. Келесі біздің функциямыз фоторезистор. Оған түсетін жарық мөлшеріне байланысты қарсылықты өзгертетін компонент. Толық қараңғылықта оның максималды кедергісі 100 килоомға жетеді. Ал жарық күшейген сайын оның қарсылығы 10 килоомға дейін төмендейді. Мына фоторезистордың схемасы, ал мына фоторезистордың кодтауы. Фоторезистордың нақты көрсеткіші, яғни 800. Егер фоторезисторге 800-ден артық жарық көзі түсетін болса, ол жарық диоды іске қосылмайды. Егер 800-ден төмен жарық диоды, яғни қараңғылық болатын болса, онда фоторезистордың жанындағы жарық диоды іске қосылады. Ал оны проектімізде дәлелдейтін болсақ, міне қазір қараңғылық, енді жарықты қоятын болсақ, міне бізден светіміз өшті. Алсақ, жарық қайтадан қосылды. Келесі біздің сенсорымыз ол түтін сенсоры. Түтін сенсоры түтін болған жағдайда оны анықтап шығу кернеуі көтеріледі. Егер түтін болмаған жағдайда түтін сенсоры оны анықтап шығу кернеуі төмендейді. Ал бұл тек қана түтінді ғана емес, түрлі газдар мен спирттерді де анықтай алады. Мысалы, пропан, метан, этан секілді, ал спирттерді алкогольдік, этил спирттерін тағы да басқа түрлерін анықтай алады. Мынау түтін сенсорының схемасы және мынау кодтауы. Бұл кодтау жүйесінде стандарт сан 650 деген сан. Ал 650 оттек мөлшері 650 жетпесе, бұл жерде жасыл түс жанып бәрі дұрыс деген мағынаны білдіреді. Ал егер ол мәннен асып кетсе, қызыл түс жанып сигнал беріп, бізге ауаның таза емес екенін көрсетеді. Біз спиртті қолданамыз. Міне жасыл жанды дәл осылай бәрі орындалды деген сөз. Кетті. Ал енді келесі, біз проектімізді Lego E3 басқару орталығы арқылы айналмалы есік жасадық. Ары қарай смарт-тур құрылғысының негізгі функциясы бірі белгілі бір объект жақындаған автоматты түрде айналмалы есік кіруге мүмкіндік жасайды. Сол объектін көру үшін ультрадыбыстық сенсор қолданамыз. Ультрадыбыстық сенсор ол Lego E3-дің құрылғыларының бірі. Және осы айналмалы есік жайлы көптеген ғимараттарда, көптеген мекемелерде бар, және сауда орталығында бар. Бірақ олар үздіксіз жұмыс істегендіктен энергияны үнемдемейді. Ал біздің жобада бұл энергияны үнемдеу үшін орнатылған. Ультрадыбыстық сенсор. Егер мына жерде оның схемасы бар. Егер де 2-5 см арақашықтықта ол ешқандай қозғалысты байқалмаса, ол тек қана сигнал беріп қана қоя салады. Ал егер байқалса, ол 10 жылдамдықпен 4 секундта айналады. Келесі біздің қорытындылай келе, қорыта айтқанда жай мектептердің шешуге қабілеті жете бермейтін мәселелерді осы ақылды мектеп жобасы арқылы шештік. Білім алушылардың мүмкіншіліктері мектептерде өте төмен болғандықтан, біз осы жобада білім алушылардың мүмкіншіліктерін кеңейттік. Ал осы идеяларды Arduino бағдарламасы арқылы жасадық. Тіпті бұл мектеп оқушылардың өмірін жеңілдетіп қана қоймай, әлемдік мәселе шешуге де қабілетті екеніне көз жеткіздік. Біздің жұмысымыздың басты мақсаты Қазақстанның әрбір қаласында заманауи және түрлі функциямен жабдықталған жалпы білім беру орталықтарын салуға ұсыныс жасадық. Назарларыңызға рахмет.